Кеше облыс әкімі Асқар Мырзахметов облыс орталығын аралап, аймақтағы құрылыс жұмыстарының бәрін көзбен көрді. Өз кезегінде аймақ басшысы құрылыс сапасының қатаң бақылауда болатынын жеткізді. Толығырақ тілші тарқатсын. Аймақ басшысы Асқар Мырзахметов жарты күндік жұмыс сапарын Тараз қаласын аралауға арнады. Әуелгі нысан 360 гектар аумақты алып жатқан 15-ші шағын ауданы болды. Мұнда биыл 26 көп қабатты тұрғын үй ел игілігіне берілмекші. Оның ішінде 240 пәтердің кілті әлеуметтік қолдауды қажет ететін көпке үлестіріледі. Құрылыс барысымен танысқан облыс әкімі бас сәулеттен ауытқып кетпеуге мән беру керектігін ескертті. Бұдан кейін Асқар Исабекұлы құбырлары ауыстырылып жатқан көшелерді барлап қайтты. Жалпы шаһарда 71 шақырымдай жер қазылған. Расында бұл жұмыстар елге қолайсыз жағдай туындағанын жасыруға болмас. Бірақ бүгінде қолданыстағы құбырлардың 80%-ның тозығы жеткен. Бұл тұста бюджет бүйірінен бөлінген қаржы өзге өңірлерге қарағанда Жамбылда көп. Соған сай негізгі құбыр жаңарып қалмақшы. Айта кету керек, бұған дейін өңірде мұндай көлемде жаңғырту жұмыстары болмаған. Ендігі мәселе қазу бар да жабу бар. Облыс әкімінің қойып отырған міндеті де осы болып отыр. Яғни бос көміктің үстінен асфальт төсей салу деген болмау керектігін ескертті. Жамалған жер жамау емес, кедер жоқ тұспа-тұс келуі қажет. Яки іс бітті қу кеттінің кері болмау керек. Сондықтан жауапты мердігермен келісімшарт жасасқанда дәл осы пункт қызылмен жазылады. Егер нақты істе нәтиже 0 болса, айыппұл салу қажеттігін баса айтты. Бәрін айтты, бірін айт, келесі жылдан бастап Таразда ыстық су жылы 12 ай берілетін болады. Енді республикалық деңгейде біздің облысқа ең қомақты қаржы біздің облысқа бөлінген республика деңгейінде. Себебі басқа облыстарда бұдан қомақты қаржы негізгі осы жылу жүйесін қалпына келтіруге бөлінген. Бұл жерде тағы бір негізгі айтып кететін жайы бар. Жалпы 188-8 шақырым жылу жүйелері бар Тараз қаласында. Оның ішінде 40 шақырымы магистралдық жүйелер. Сол магистралдық жүйелердің 24 шақырымын қалпына келтіруге бізге жаңағы республикалық бюджеттен осындай 9-4 миллиард теңге қаржы қаралды. Тараздықтар үшін тағы бір мәселе жуық арада оң шешімін таппақшы. Ол оңтүстік айналмалы тас жолы. Жалпы қашықтығы 16 километрді құрайтын күре жол шаһардың шалғай жағы мен Жамбыл ауданының 12 елді мекенін жалғайды. Осылайша төтесінен жол салынбақшы. Бүгінде құрылыс жұмыстары қарқынды. Биыл 4 шақырым төсеп үлгереді. Жалпы жоба 18 айға жоспарланған. Алайда мердігер межелі мерзімінен бұрын аяқтаймыз деп сендіреді. Аят Асқарбекұлы, Марат Таубаев, Жеті Ньюс.